Баршаңызға сәлем, Гүлдер әлемі каналына қош келдіңіздер. Бүгінгі видеом үй жағдайында гүлдейтін гүлдер неге гүлдемейді? Мысалы, маған комментарияға жазады, каланхоям жапырақтары жақсы өсіп жатыр, бойы ұзын болып өсіп жатыр, бірақ гүлдемейді дейді. Ал тағы бір көрерменім жазыпты комментарияға, герань гүлім жақсы өсіп жатыр, бойы бірдеңе сантиметр деп жазған енді. Бірақ гүлдемейді. 2-3 жылдан бері гүлдемей тұр деп жазыпты. Сол кісілердің сұрақтарына жауап беремін. Гүлдейтін гүлдер қандай топырақта отыру керек, қандай дәрумен беру керек, оны гүлдеу үшін қалай күтіп баптау керегін бәрін осы видеода айтамын. Соңына дейін көріңіздер. Каналға тіркелмеген болсаңыздар тіркеліп, лайк басып, комментарий жазып, қоңырауша қосып қойыңыздар. Менің каналымда көптеген видеолар бар. Сол видеоларды ашып көрсеңіздер, біраз нәрсе түсінесіздер. Көптеген пайдалы ақпараттар бар. Сіздер просто бір-екі видеоны көресіздер да, сөйтіп каналды ақтарып көрмейсіздер. Сөйтіп көп нәрсе түсінбей маған менен сұрайсыздар да. Жарайды, мен сұрағанға не қылмаймын, сұрай беріңіздер, оған қарсы емеспін, мен жауап беруге дайынмын. Бірақ сол видеоларды көрсеңіздер, толық түсінесіздер көп нәрсені. Каналыма кіресіз, видео деген сол жерде тұрады төбесінде, соны бассаңыз, сізге жаңағы бүкіл видеоны шығарып береді. Соның ішінен ақтарып отырып керек видеоны тауып алып көрсеңіз болады. Ал енді жаңағы гүлдейтін гүлдерге келек. Мысалы, каланхоя гүлін кеше мен мына гүлді жақында отырғызған болатынмын. Дәл осы видео бар менің каналымда. Гүлдейтін гүлдердің өзінің топырағы болады. Мысалы, барлық гүлдерді бір топырақ әкеп отырғызамыз ғой біз. Сол кезде ол топырақтың егерде азоты көп болып кетсе, сондай қышқылдығы көп болса, ол жаңағы несі, жасыл жапырақ беріп өсіп кете береді. Жақсы өседі, жасыл жапырақ болып өседі. Себебі біздің гүлдеріміз бір мезгілде екі нәрсені жасай алмайды. Ішкен, жеген тамағына қарай адамның да денсаулығын білуге болады ғой. Сол сияқты гүлдерде дәл солай. Мысалы, каланхояны алайық та. Егер сіз осы каланхояны любой топыраққа отырғыза салсаңыз, өседі бұл. Ешқандай не қылмайды. Бірақ сізге тек қана жасыл жапырақ жасап береді. Гүл ашпайды. Себебі біздің гүлдейтін гүлдеріміз калийі бар, фосфоры бар топырақта отыру керек. Бірінші осыны ескеріңіздер. Мысалы, гераньдар, гүлдейтін гүлдер, көп гүлдейтін гүлдер бар ғой үй жағдайында. Вот солардың бәрі осы калийі бар, калийі, фосфоры көп, азоты аздау топырақта отыру керек. Ал енді гүлдейтін гүлдер тағы қандай жағдайда гүлдемейді? Горшогы үлкен болса гүлдемейді олар. Себебі горшокты тамыр толтырып, сөйтіп жоғары қарай өседі. Жоғары қарай өскен күннің өзінде жаңағы гүл ашпайды олар. Тамыры қысылады, өзіне керекті дәруменді жейді, жапырақ ашады, жоғары қарай жаңа сабақ ашады тамыр қысылған сайын. Сол кезде ғана ол гүлдейді. Егерде жаңа сабақ ашпаса, бұрынғы сабақтарынан ары кетсе 1-2 штук сабақ гүлдеп береді сіздерге. Сол үшін гүлдейтін гүлдер де тар ыдыста отырғаны жақсы. Неғұрлым тар ыдыста отырса, соғұрлым жақсы гүлдейді. Ал енді гүлдейтін гүлдердің кейбір түрлері мынандай болады. Былайша айтқанда сезонный болады. Қыста демалады. Оларда демалысқа кетірмесеңіз, ол гүлдей алмайды. Көктемге қарай уже гүлдеуі аз болады, или ұшым нәзіктеліп кетеді. Қырықпасаңыз да гүлдемейді кейбір гүлдер. Мысалы, гераньдарды қырқып, қысқы демалысқа жібересіз. Көктемге қарай, февральдың жартысынан былай қарай уже кәдімгідей жарық бересіз. Жарыққа шығарасыз, сөйтесіз да ол өзі бүршік атап, жаңа сабақтар шығара бастайды. Сол кезде жаңағы
терезенің алдына қойып, жарыққа нормальный жарық беріп, уже кішкене болса да сол гүлдейтін гүлдерге арналған калийі бар, азоты бар жаңағы дәрумендер берсеңіздер болады. Сол кезде ол уже сіздерге сол апрель айларында, март-апрель айларында уже жаймендеп бутонға дайындалады. Ал енді қысқы демалысқа кетеді, қыста гүлдемейді, бірақ жаңағы қыста жарықты көп қажет ететін гүлдер бар. Мысалы, жарықты көп бермесеңіз, ол көктемге қарай гүлдей алмайды жөндеп. Гүлдеуі әлсіреп, нашарлап кетеді. Ал егер сіз ол гүлдейтін гүлді қыста өзінің керекті жарығын жеткілікті берсеңіз, ол жарықты қалай береміз дейтін болсаңыздар, кәдімгі гүлдерге арналған лампалар бар. Сол лампалардың астына қойсаңыз, ол керекті жарығын алады. Сол лампаның астында тұрғандықтан ол сіз оған қыста болса да дәрумен беруіңізге болады. Себебі ол сол жарықты өзіне керекті 12 сағат, не болмаса 8 сағат жарық алып тұр. Ол кезде ол дәруменді қортады. Ал егер де сіз жарық жеткіліксіз болса, ол дәруменді қорталмайды. Просто сіз әшейін беріп атсыз оны. Сондай болып қалады да. Ал егер жарық жеткілікті, жаңағы лампаңыз бар болса, 12 сағат ровно, мысалы сағатпен өзіңіз өлшеп отырасыз ғой. Күндіз терезенің жарығынан алса, қыста күн қысқа болады, сағат 5-6-дан кейін күн батып кетеді, даже 4-5-тен кейін күннің көзі қайтады. Содан кейін барып сіз жаңағы лампаңызды қосымша 3 сағат түнгі 12-1-ге шейін қосып берсеңіз ол гүлге, ол уже сізге көктемге қарай жақсылап гүлдеп беретін болады. Ал енді қыста гүлдейтін гүлдер бар. Ол қыста гүлдейтін гүлдерге де жаңағы лампа керек. Біреулер айтады, женский счастьем уже неше жыл болды гүлдемейді дейді. Вот сол женский счастьеға да өзіне керекті ылғалы, өзіне керекті дәрумені, өзіне керекті жарығы болмаса, олар да гүлдемейді. Ал енді кейбіреулер айтады, менің гераним осындай кішкентай, бірақ гүлдемейді деп. Енді олардың да мысалы балапаншалары болады. 2 жыл, 3 жыл болған геранимдар бар, олар мысалы гүлдеу керек, олар егер күтімі жақсы болса гүлдеу керек. Ал жаңағы кішкентай ғана атроскадан шыққан болса, ол сізге 1-2 жылға шейін может гүлдемей қалуы мүмкін. Себебі ол әлі кішкентай ғой енді. Кішкентай сіз жаңадан тамырлап, жаңадан отырғызылған атроскалар, олар гүлдемейді. Оларға да уақыт керек гүлдеу үшін. Өсу керек, өзінің дәрежесіне жету керек гүлдейтін дәрежесіне. Сол кезде ғана гүлдейді оларда. Менің каналымда дәл сол геранды қалай кесіп, қалай қысқы демалысқа жібереді видео бар, ашып көрсеңіздер болады. Сол жерден бәрін түсініп аласыздар. Ал енді мысалы эухарис сияқты гүлдер бар. Оларды негізі қысқы демалысқа жіберу керек. Күзге қарай уже жапырақтарын бәрін кесіп тастау керек, сөйтіп қараңғы жерге қою керек деп негізі көп бағбандар айтып атады. Бірақ мен қысқы демалысқа жібермеймін. Себебі жапырақтары үлкен болып, мықты болып тұрғаннан кейін мен оларды көзім қимайды да, ең болмаса сол жасыл болып тұра береді деп мен қысқы демалысқа жібермеймін. Негізі қысқы демалысқа жіберсе, жақсы пышный болып, көп болып гүлдейді дейді да енді. Бірақ ешқашан қысқы демалысқа жіберген емеспін мен. Өзі қурап, герандар ұқсап жапырағын тастап, өзі қурап қалмағаннан кейін жап-жасыл болып өсіп тұрған нәрсені кесіп тастауға көзім қимайды. Бірақ әр жылы сол көктем шығуға жақындаған кезде, қыс айларында, кейде қыстан бастап гүлдеп қояды ол. Енді осы видеоны қорытындылайық. Мысалы, не түсіндіңіздер сіздер? Бірінші очередте гүлге топырақ таңдаймыз. Гүлдейтін гүлдерге өзінің топырағын аласыз. Оны магазиндерде маған гүлдейтін гүлдерге топырақ бер десеңіз береді. Ал оған қосасыз, перлит қосасыз, сосновый кара қосасыз, вермикулит қосасыз. Себебі топырақ борпылдақ болып тұру керек, тамыр шірмеу керек. Дәрумен бересіз. Оны да сөйтіп сұрайсыз. Гүлдейтін гүлдерге арналған дәрумен керек. Себебі
барлық үйде мысалы менде өзімде мысалы жартылай гүлдейді, жартылай гүлдемейді, декоративный гүлдер жартысы. Енді мен соған екеуіне екі бөлек дәрумен алып қойғам. Біреуіне гүлдейтін гүлдерге арналған дәрумен алып қойғам, ал мынау тек қана жасыл болып өсетін гүлдерге, оларға өзіне декоративный гүлдерге арналған дәрумен алып қойғам. Екеуіне екі бөлек беремін. Және де мынау кеше мен жақында ағаш күлінің гүлдерге қандай пайдасы бар, именно қандай гүлдерге пайдасы бар екенін видеосын салған болатын. Сол жерден көрсеңіздер болады. Күлде де калий өте көп болады екен. Сол себептен дәл солай араластырып, оны да қазір көктем уақытысы ғой, енді берсеңіздер болады гүлдерге. Енді қолдарыңызда жаңа гүлдейтін гүлдерге арналған дәрумен болмаса дегенім ғой. Және барлық гүл, қандай гүл болмасын, горшогы тамырына лайықты болу керек. Тар болу керек та горшок. Сол кезде ғана гүлдеріңіз жақсы өседі, жақсы гүлдейді.